Менің есімім Тұрсынай. Менің бухгалтерия саласында 35 жылдық тәжірибем бар. Оның 20 жылы главный бухгалтер жұмысын атқарып келдім. Енді менің бухгалтерлік курсыма келген кезде сіздер нені үйренесіздер, соны көрсетіп өтейін. Сабаққа келген кезде ең алдымен нені үйренесіздер? Жалпы ең алдымен компанияны кіргізуді, предприятие, организация арқылы осы жерге компанияның данныйларын кіргізуден бастаймыз. Компанияның данныйларын кіргізіп болған соң, міне БИН, иындарын индивидуальный предприниматель болса кіргіземіз. Одан кейін банк кассаны кіргізуді үйренеміз. Ең алдан көріп отырсыздар, банк және касса. Банк документтерін кіргізуді үйренеміз. Банк выпискасымен осы жерде дәлме-дәл кіргізу керек. Платежное поручение исходящие, біздің банктан төленген платежкалар, платежное поручение входящие, бізге банкке келіп түскен ақшалар. Кассада приходный кассовый ордер, бізге жасалынған төлемдер, және расходный кассовый ордера біз жасайтын төлемдер. Біздің ақша кассадан беріліп жатқан ақшалардың барлығын осы екі банк және касса бөлімінде үйренесіздер. Бұл жерде тағы сіздердің үйренетіндеріңіз валюта кіргізу, валютный операция болса, банк выпискасын қарау, оны енгізу. Сосын мына жерде банк клиентта осы интерфейстің өзінен платежкаларды жасап, банкке қалай жүктеу керек, банкке қалай жіберу керек екенін үйренесіздер. Одан кейін покупка батырмасын бассақ, мына жерде покупкаға кіреміз. Бұл жерде сіздер поступление ТМЗ и услугта товар сатып алған жағдайда, немесе қызметтерді сатып алған жағдайда, онда осы жерге через поступление, осы жерге поступление арқылы кіргіземіз. Барлық поступление, покупка товаров и услуг арқылы қандай компаниядан не алып жатырмыз, барлығын осы документ арқылы кіргіземіз. Осыны үйренесіздер. Одан кейін покупкада дополнительный расходтарды қосымша, осы товарды сату барысында қосымша қандай расходтар кетті, сол егер қосымша расходтар болса, оны кіргізіп үйретесіздер оның ішінде. Одан кейін бізде счет фактураларды, электронный счет фактураларды жіберуді үйренесіздер. Одан кейін бізде акты сверки взаиморасчетов деген бар. Осы жерде сіздің сатып алушыларыңызбен, сіздердің контрагенттеріңізбен акт сверка жасауды үйренесіздер. Сондай-ақ осы жерде контрагенттерді кіргіземіз. Контрагенттер дегеніміз біздің компаниямен қарым-қатынаста жұмыс істейтін компаниялар. Олар юридический, жаңағы заңды тұлғалар болуы мүмкін, не болмаса физический ИП-лар болуы мүмкін, не болмаса жеке тұлғалар болуы мүмкін. Осы жерге соның барын контрагенттерді кіргізіп үйренесіздер. Сосын продажа батырмасы бар. Продажа деген бөлімде бұл жерде біздің сатқан өнімдерді сатамыз ба, өзіміз шығарған, не болмаса алып сатамыз ба, мысалы товар сатып алып сатамыз ба, осының барын реализация ТМЗ и услугқа кіргізіп сатып үйренесіздер заттарды. Услуга сатасыз ба, соның барлығын осы продажа арқылы жасаймыз. Сондай-ақ осы жерде электронный счет фактураларды жіберіп үйренеміз. Сондай-ақ біздің покупательдерімізбен, біздің заказчиктерімізбен акт сверка жасауды үйренеміз. Сондай-ақ мына жерде тағы да номенклатура и склад деген бар. Бұл жерде номенклатура и складта біз компанияға келетін товар, заттар, жаңа офисқа сатып алатын заттарымыз бар. Соның барлығын номенклатура арқылы кіргіземіз. Номенклатурада мынандай готовая продукция деген бөлім бар. Бұл готовая продукция деген бөлім болғанда, бұл папка арнайы өзіміз осы жерден создавать етеміз. Готовая продукцияның ішіне біз егер производственный компания болатын болсақ, өзіміз заттарды өндіріп шығаратын болсақ, сол шығарған заттарымыздың барлығы готовый продукцияның ішіне кіреді. Материалдарды таңдайтын болсақ, бұл материалдың ішінде біздің өнімді өндіру кезіндегі қажетті материалдарды, сатып алған материалдардың барлығы осында кіреді. Сондай-ақ офиске сатып алып жатқан жаңағы салфеткамыз бар, суымыз бар, офистің сотрудниктеріне, жұмысшыларына арналған чайымыз бар алған, соның барлығы осы материалдар бөліміне, материалдар папкасына кіреді. Сондай-ақ бұл жерде номенклатураның ішінде товары бар. Товарға біздер деген тек қана сатып алып сататын заттарымызды кіргіземіз. Сатып алып сататын заттарымызды кіргіземіз. Одан кейін бізде тағы бір бөлім бар. Номенклатураның ішінде ол услуга. Услуга бізде екі түрлі болады. Өзіміздің қызметіміз, не болмаса басқа компаниялардан алып жатқан қызметімізді бөліп жарып жазамыз осы жерге. Өзіміздің қызметке не жатады? Өзіміздің қызметке бізді мысалы өзіміздің транспортпен покупателімізге жүктерімізді, товарымызды апарып жеткізіп береміз. Жеткізіп берген кезде біздің өзіміздің машинамыз болса, сол машинамыздың услугасы біздің собственный услуга болып есептелінеді. Собственный услугаға біздер өзіміздің услуганы осы жерге жазамыз. Одан кейін услуги сторонних компаний деген болады. Демек бізге қызмет беріп жатқан компаниялардың
солардың қызметін осы жерге бөліп жарып жазамыз. Сосын производство деген бөлімде, бұл жерде бұл үлкен отдел. Сосын біздер деген зарплатаны өтеміз. Зарплатада сіздер начисление заработной платы, зарплата есептеуді үйренесіздер. Зарплатаны есептеуді үйренесіздер. Оклад бойынша зарплата есептеу үйренесіздер. Больничный қалай есептелінеді, оны үйренеміз. Сосын бұл жерде отпускной төлеуді үйренеміз, есептеуді үйренеміз. Одан кейін компенсация. Мысалы, жұмысшылар жұмыстан шығып жатқан кезде компенсация үйренеміз. Сосын кейде бізде дегеннің премиальныйлар болады, бонустар төленеді. Осы жерде сол осындай зарплатаға қатысты начисленияның барлығын есептеулерін жасауды үйренесіздер. Сосын кадровый учетта біз осы жерде өзімізге жұмысшыларды алып жатсақ, кадрға қалай кіргіземіз, солардың барлығын үйренеміз. Сотрудники деген жерге создать арқылы осы жерде жұмысшыны қабылдап үйренеміз. Сосын жұмыстан шығып жатқан кезде увольнение, прием на работу жасап үйренеміз, кадровый перемещение жасап үйренеміз, увольнение жасап үйренеміз, командировкаға шығып жатса, командировкаға барып жатса, сотрудниктарымыз немесе директорымыз командировочный беріп үйренеміз. Сосын қайтадан, кадровый учетта, сіздер кадровый учетта прием на работу, демек жұмысқа алуды үйренеміз. Мысалы, жұмысқа алған жұмысшының оклады көтеріліп жатқан кезде перемещение организации жасауды үйренеміз. Жұмысшыларымыз немесе директорымыз командировкаға кетіп жатса, командировочный жасауды үйренеміз. Жұмыстан шығып жатқан кезде увольнение из организации, жұмысшыны жұмыстан шығаруға приказды жасап үйренеміз. Одан басқа осы жерде біз личный карточка толтырып үйренеміз. Одан кейін осы біздің сабағымызда, біздің курсымызда отчеттарды жасап үйренеміз. Барлық кіргізген құжаттарымыз, біз оборотно-сальдовый ведомость ашқан кезде, мысалы, сформировать еткен кезде, бүкіл біздің істегеніміз осындай оборотно-сальдовый ведомость деген документте тұрады. Соны біз тексеріп үйренеміз. Бүкіл барлығын қалай кіргіздік, дұрыс кіргіздік па, контрагентпен қатынасымыз қалай болып жатыр. Осының барлығын осы жерде бүкіл істегенімізді отчеттың алдында осы оборотно-сальдовый ведомості тексеріп алып, содан кейін бізде регламентированный отчеты деген бар. Регламентированный отчетқа кіріп, біз 910 форманы жасап үйренеміз. Осы жерде заполнить десек, осы жерде егер барлығы дұрыс кіріп тұрса, осы формамыз толығымен бізде толтырылады. Оны қайтара тексеріп, содан кейін осы жерден сақтап алып, кабинет налогоплательщикаға барып, сол жаққа жүктеп, кабинет налогоплательщиктан жіберіп үйренесіздер. Одан басқа тағы да бір отчетымыз бар. Ол біздің 200-ші форма. Бізде қазір бүгінгі күні 26-шы жылғы салық кодексінің талабы бойынша ИП ТО общеустановленный упрощенка болсын 200-ші форманы тапсыру міндеттелген. Сондықтан жұмысқа алған жалдамалы жұмысшыларыңыз болатын болса, міндетті түрде 200-ші форманы тапсыруды үйренесіздер. Ол міне мына жерде 200-ші форманы, мысалы, бірінші квартал 26 жылға открыть десек, ол мына жерде толтырылады, сформировать етіледі. Сол бойынша біз дегенің осы жерден бүкіл зарплатаны начисленияңыз, осы жерден шығатын налогтар барлығы осы 200-ші отчетқа түседі. Сол бойынша сіздер арғарай жүктеп, кабинет налогоплательщикаға арғарай сіздер өткізесіздер. Осының барлығын осы курста үйренесіздер.